Боруссия Дортмунд және Лиль арасында ойын болады екен. Лил? Күштер тең деп ойлаймын. Күштері тең, бұғады тең ғой, бірақ енді мынау бірінші ойын енді Боруссия Дортмунд өз алаңында өтеді, сондықтан ол күшке де болса 60-та 40 болса да бір басымдылық болу керек. Менің ойымша Лиль Чемпиондар лигасында керемет өнер көрсетіп жүрген тәжірибелі команда емес. Емес. Ондай емес. Ондай емес. Тікелей шықты ғой бұлар. Қолдаватыр көрдің бе? Ойлашы 8 команданың ішіне кіріп кетіп тікелей мына жаққа шығып. Енді айтып отырмын, кім көрінген біреулермен ойнап жатыр, жеңімді шықты. Енді оны әңгімесі жоқ, еңбегі бар, мойындаймыз. Бірақ Боруссия Дортмунд анағұрлым мықтырақ, өте тіс қаққан тәжірибелі команда. Сондықтан менің ойымша бірінші ойында міндетті түрде өз алаңда жеңеді. Кесіп айттың ғой шырды? Кесіп, кәдімгі айта салам мен. Енді Боруссия Дортмунд негізі шынымен де Бундеслиганы биыл береді деп ойлаймын. Өйткені ол жақта Байер мен Бавария бәрібір күн көрсетпейді оған қазір. Бұрын тек Бавария мен ғана қырқысатын еді, қазір Байер қосылды. Енді мына жерде Гирасси, Байно Гитенс дейтіндер бар ғой. Солар ұстатпайды деп ойлаймын енді Лильге негізі. Лильдің барар жері тауы осы жер. Барар жері басар тауына жетіп келді деп отырсың ғой сен, өте сондай бір адам екенсіздер. Неге? Лиль Боруссия Дортмунд қақпасына сырт алаңда гол соғады деп ойлаймын. Яғни екеуі де гол соғады. Өте бірақ нашар. енді дегенмен алғашқы матчта бұл Боруссия Дортмунд деген бар ғой, 2 гол ұрған. Не сол ғой енді, Лиль ұратын шығар енді, екі команда оның да қорғанысы жарап тұр негізі. Оңып тұрған жоқ Боруссия. Біз жерде келесі кезең өтеді деген әңгіме жоқ қой. Оны біз бірінші ойын көріп алайық, содан кейін болжам береміз ғой. Дәл қазір мынау Боруссияның алаңында өтетін матчта ол фаворит Боруссия Дортмунд. 2 гол ұрады. Болельщиктер бар дейсің ғой. Иә, мықты команда ғой, тәжірибелі. Лильде 2 гол ұрып кетуі мүмкін. Анау жаңа Гирасси деген мықты екен. Көнге жіптер жақсы ойнап қойды. Мүмкіндік болса болды. Анау Адеемиді ұстатпайды ғой. Иә, қазір ол германиялық. Жақсы ойнап жүр Адеемиді. Анау Байно Гитенс те мықты. Сабицері де мықты дейді. Анау жаңағы Байно Гитенстің де азаматтығына байланысты мәселелері болып жатыр деп естідім өткен. Ол англичан ғой, ағылшын ғой ол. Ағылшын екен ғой. Сонша Германия Мусиала сияқты тартып алмақшы деген әңгіме бар дейді. Ол да мүмкін. Қазақстанда тумаған екен да бірі? Айтпа. Әкесі ма, атасы ма? Қазақстанда тумағанда не терем деп жүр ол. Келесі қызықты видеоны өткізіп алмау үшін дәл қазір бірінші бол парақшасына жазылыңыз.